Қызылордада жерге таласқан ақсақалдар төбелесіп қалды. Мәселе Жалағаш ауданындағы Ақсу ауылында болған. Бұл Серке Батыр қожалығының егіншілері мен одан бөлініп шыққысы келетін үлескерлер. Былтыр әкім қаулы шығарып, ауыл тұрғындарына тиесілі жерді екіге бөлді. Яғни ауылдың 76% өз күшімен қожалыққа жалтақтамай егін екпекші. Бірақ қаулы заңсыз шығарылыпты. Сот дәлелдеп шықты. Сондықтан Серке Батыр қожалығынан бөлініп шыққысы келетін тұрғындар әкім бөліп берген жерді ала алмай отыр. Қожалыққа жұмысшылар керек, мол түсім керек. Жібергісі жоқ. Қаулы заңсыз шықты дейді. Ал тұрғындар айтады: қожалық иелері айлықты уақытылы бермейді. Қарыз болып бітті. Ауылға түк жағдай жасамайды. Егін науқаны басталды. Екі қолға бір күрек алып нәпақасын табуды көздеген тұрғындар